Кейде көңіліңіз құлазып, өмірден түңілетін, айналаңа көңілің толмай, басың ауған жаққа кетіп қалғың келе ме? Онда көріңіз, бұл әңгіме сізге арналады. Ештеңеге көңілі толмайтын, қыңыр әйел болыпты. Ол өз-өзін, өмірін жек көріпті. Балаларының бұзықтығы, күйеуінің аз ақша табатындығы, жұмысындағы бітпейтін қиындықтар әйелді әбден қалжыратып жіберіпті. Әйел, менің өмірім сұрықсыз, ал басқалар бақытқа бөленіп өмір сүруде, деп өз-өзін тұқырта беріпті. Бір күні әйел жұмыстан қайтып келе жатып, кітап сататын дүкенге кіріпті. Дүкен сатушысы әйелге бірден «Әйел бақытының құпиясы» деген сөредегі кітаптарды ұсынады. Әйел бір сәт ойланып қалады. Сөреде 3 кітап тұр еді. Біріншісі арыз-шағым кітабы, екіншісі көз жасының кітабы, ал үшіншісі алғыс кітабы. Әйел ойланбастан арыз-шағым кітабын сатып алады. Өзіне ұнамайтын нәрселердің барлығын жазу үшін үйіне жетуге асығады. Түнімен өміріне шағымданған әйел кітаптың соңғы бетіне дейін толтырып тастайды. Таңертең ұйқысынан оянған әйел өмірінің жақсы жаққа өзгеруін күтеді. Бірақ ол балаларының күндегіден де тентек болып бара жатқанын, күйеуінің әйелдің көзіне де ілмей асығыс жұмысына шығып бара жатқанын көреді. Оған қоса түнімен ренішін жазып, ұйықтамаған соң басы да қатты ауырып тұр еді. Көңілсіз әйел қабағы түйулі күйде жұмысына келеді. Бастығынан сөгіс алып, әріптестерімен сөзге келіп қалады. Жұмыстан қайтар жолда ол тағы кітап сатушысына келеді. Бұл жолы «Әйел бақытының құпиясы» сөресінде тұрған көз жасы кітабын таңдайды. Көз жасы кітабын алып, бір шерімді тарқатып жылайыншы деп үйіне кетеді. Шаршап, шалдығы бәрең жеткен әйел кітапты оқуға асығады. Кітапты ашып қалып еді, бірде-бір жазу жоқ. Кітапты ашып, әйел есінен танып қала жаздады. Өйткені кітапта бірде-бір сөз жоқ еді. Кинодағыдай өзіне бейтаныс адамдардың өмірі көз алдынан өтіп жатты. Алдымен әйел жалғыздықтан жапа шеккен адамдарды көреді. Біреуі өмір бойы тұрмыс құра алмаған келіншек болса, екіншісі күйеуінен ерте айырылған жесір келіншек. Бұл әйелдер күйеуімен бір күн өткізу үшін қолындағы бар алтынын беруге дайын еді. Кітаптың екінші бетінен ана болу бақыты бұйырмаған бейбақты көреді. Таусылмайтын көз жасы, арман, тілек, жанға батқан ауру, күрделі ота, түңілу, күту. Үшінші парақта жазылмайтын дертке шалдыққан адамдардың тағдыры көз алдынан өтіп жатты. Әр тыныстаған сайын қиналып, өмірінің соңғы күндерін жақындарымен өткізгісі келген, жақсылықтан күдер үзіп, сұлқ түсіп жатқан жандарды көреді. Қолы дірілдеп, көмейіне өксік тығылған әйел, кедей, үй-күйсіз, аш-жалаңаш өлім аузында жатқан, соғыстың қақ ортасында жүрген адамдарды көреді. Кітапты жапқан әйел өкіріп жылап жібереді. Жылаған сайын жүрегі тазарып, тәубеге келе бастайды. Маған көп байлық беріліпті. Қалайша қадірін білмегенмін, депті әйел өз-өзіне. Таң ата салысымен әйел әлгі сатушыға қайта келіпті. Рахметін айтып, қайтуға ыңғайланғанда сатушы әйелге 3-ші кітапты ұсыныпты. Бұл алғыс кітабы еді. Кітапты алған әйел ең бірінші бетіне мейірімді сатушыға алғыс білдіріп жазыпты. Осылайша жүрегі жылылыққа толып, үйіне көңілі алып ұшқан әйел үйіне келіп, көз жасын сығымдап отырып, алғыс кітабын толтырып тастапты. Ойлап қараса,
өмірінің тәтті сәті мен алғыс білдіруге тұратын адамдары шексіз көп екен. Таңертең ұйқысынан оянған әйел сықылықтап күлген балалары мен күлімдеген күйеуін көреді. Балалары мен күйеуі әйелді құшақтап, махаббатқа, мейірімге толы сөздерін айта бастаған сәтте, әйел жылдар бойғы болмашы өкпе, реніш, түсінбеушіліктің барлығын артқа тастап, өмірінің жаңа парағын ашады. Міне, әйел бақыты дегеніміз осы. Өміріңізге риза болмай, өзіңізді, айналадағыларыңызды жек көрсеңіз, жүрегіңіз де тыныш болмайды. Ал жақсы сөзбен, жақсы ой ойлап, алғыс пен шүкір етуді білсеңіз, жүрегіңіз тыныштыққа, бақытқа, сәттілікке толы болады. Барымызды бағалап, бүгінмен өмір сүрейік. Бақытты болу әр адамның өз қолында екенін ұмытпайық. Әңгіме ұнаса, лайк басып, комментария бөліміне пікір қалдырып, каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен бөлісер әңгімелерім көптеп шығады.